Бүгінгі ақуыз экспрессиясы туралы бейнеге қош келдіңіз. Келесі бірнеше минутта біз генетикалық ақпаратты жасушалардағы функционалды ақуыздарға айналдырудың процесін зерттейміз. Ақуыз экспрессиясы транскрипциядан басталады. Бұл ДНК-ны ақпараттық РНК-ға түрлендіру процесі. Эукариот жасушасының ядросының немесе прокариот жасушасының цитоплазмасының ішінде РНК полимераза деп аталатын фермент, промоутер деп аталатын ДНК-ның белгілі бір аймағымен байланысады. Байланысқаннан кейін РНК полимераза ДНК тізбектерін бөліп, олардың біреуін үлгі ретінде пайдалана отырып, комплементарлы ақпараттық РНК молекуласын синтездейді. Ақуыз экспрессиясы мен ген экспрессиясы бір-бірімен тығыз байланысты биологиялық процестер, бірақ олар жасуша ішіндегі ақпарат ағынының әртүрлі кезеңдеріне жатады. Ген экспрессиясы бұл геннің ДНК тізбегінде сақталған ақпарат РНК-ға транскрипцияланып, содан кейін ақуызға трансляцияланатын процесс. Ақуыздардың экспрессиясы ақпараттық РНК-дан кодталған ақпаратқа негізделген ақуыз синтезі процесіне қатысты. Осылайша ген экспрессиясы ген транскрипциясынан ақуыз синтезіне дейінгі бүкіл процесті қамтиды, ал ақуыз экспрессиясы ақуызды жасау үшін ақпараттық РНК-дағы генетикалық ақпаратты қолданатын ген экспрессиясының ішіндегі трансляция қадамын білдіреді. Ақпараттық РНК қолымызда болса, трансляцияның уақыты келді. Ақпараттық РНК ақуыз жасау үшін қолданылады. Трансляция рибосомаларда ақуыз синтезіне жауап беретін жасушалық фабрикаларда жүреді. Рибосома ақпараттық РНК тізбегін кодон деп аталатын 3 нуклеотидтен тұратын топтарды оқиды. Әрбір кодон белгілі бір амин қышқылына сәйкес келеді. Комплементарлы антикодондары бар транспорттық РНК молекулалары сәйкес амин қышқылдарын рибосомаға жеткізеді. Рибосома ақпараттық РНК бойымен қозғалған кезде амин қышқылдарын біріктіріп, полипептидтік тізбекті құрайды. Процесс рибосома ақпараттық РНК тұтату каналына жеткенше жалғасады және жаңадан синтезделген ақуыз босатылады. Ақуыздың экспрессиясы жасушаның дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін қатаң реттеледі. Осыған қатысты механизмдердің кейбірін қарастырайық. Транскрипциялық реттеу А РНК синтезінің басталуын бақылайды. Реттеуші ақуыздар мен сигнал беру жолдары геннің транскрипциялануын немесе оның болмауына әсер етуі мүмкін. Посттранскрипциялық реттеу А РНК тұрақтылығына және өңдеуіне әсер етеді. Әртүрлі факторлар А РНК молекулаларының өмір сүру ұзақтығын анықтай алады, немесе ақуыз өндірісіне әсер ету үшін оларды өзгерте алады. Трансляцияны реттеу А РНК-дан ақуыздардың синтезделу жылдамдығын бақылайды. Ол процесті күшейтетін немесе тежейтін факторларды қамтиды. Жасушалардың өзгеретін жағдайларға жауап беруіне мүмкіндік береді. Ақырында посттрансляциялық модификациялар синтезделгеннен кейін ақуыздардың құрылымы мен қызметін өзгертеді. Бұл түрлендірулер басқалармен қатар фосфорлануды, ацетилденуді және гликозилдеуді қамтуы мүмкін. Ақуыз экспрессиясы жасушалық биологияның негізін қалап қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі салаларда практикалық қолданбаларға ие. Биотехнологияда ғалымдар қызығушылық тудыратын ақуыздарды өндіру үшін рекомбинантты ДНК технологиясын пайдаланады. Бұл инсулин сияқты емдік ақуыздарды өндіруге немесе зерттеу мақсатында генетикалық түрлендірілген ағзаларды жасауға мүмкіндік береді. Медицинада ақуыз экспрессиясы аурудың механизмдерін түсінуде және жаңа емдеу әдістерін әзірлеуде маңызды рөл атқарады. Зерттеушілер диагностикалық және емдік мақсаттар үшін биомаркерлерді анықтау үшін ақуыз экспрессиясының үлгілерін зерттейді. Сонымен біздің ақуыз экспрессиясы жайлы бейнеміз соңына жетті. Сізге ақуыздың экспрессия әлеміне қысқа саяхат ұнады деп үміттенемін. Назарларыңызға рахмет және келесі жолы кездескенше.